Сәлеметсіздер ме ханымдар? Бүгін өте жеңіл, өте оңай салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл салатты орысша айтқанда салат из ничего деп атауға болады. Себебі құрамы 2-3 қана заттан тұрады. Бізге керегі баклажан, менде бір ғана баклажан холодильникте қалып қойған екен, және 2 помидор. Болса сарымсақ, болмаса кептірілген сарымсақ. Ең алдымен баклажанды біз турап аламыз. Тура видеодағыдай. Кубиктеп немесе кішкентай тік төртбұрыштеп тураймыз. Турап болған баклажанды суға 10-15 минутқа салып қоямыз. Баклажанымыз суда болған кезде біз қызанақтарымызды турап дайындап аламыз. Қызанақты да тура баклажан сияқты тік төртбұрышты етіп тураймыз. Сарымсақ, яғни чеснокты майдалап, туралап аламыз. Табаға май құйып, оны қыздырып, баклажанымызды қуырып аламыз. Баклажанды алдын ала судан шығарып, кептіріп, суын сырғытып алу қажет. Баклажанды қызартып қуырамыз. болған баклажанды
тарелкаға немесе өзге ыдысқа салып қоямыз. Майын сұрғытамыз. Шұңғыл ыдысқа баклажанды саламыз. Оның жанына қызанақты саламыз. Үстінен туралған сарымсақты саламыз. Сарымсағыңыз аздау немесе болмай қалса, кептірілген сарымсақты салып, оның үстінен майонезді, қалауыңызша қаймақ қосып араластырамыз. Қалауыңызша тұз және бұрыш қосуға болады. Дайын болған салатымызды қалауымызша әсемдеп, столға ұсынамыз. Біздің салатымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған бақыт.